үш түрлі нәрсеге уақытыңды жоғалтпа. Біреулердің мінін іздеп сөз қылуға, біреудің сен туралы айтқанына уайымдауға, ойын күлкі ішіп жеумен күніңді босқа өткізбе. Уақыт керуеніне бөгет жоқ. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос өткені. Адамды заманы билейді. Жан жарасына уақыт емші. Уақыт тас екеш тасты да тоздырады. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Төзім тамаша сипат, бірақ шексіз ұзақ төзуге өмір тым қысқа ғой. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы, уақыт озар барлығынан шаң қаптырып адамды. Дерттің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз, күткен менен мына уақыт емдемейді жараңды. Ей адам, бұл күндер міндетті түрде өтеді, тіпті басым бөлігі өтіп кетті. Онда еш болмаса қалған өміріңнің қадірін біл. Орны орнына кімді қоймас бұл уақыт. Уақыт әр адамның еншісіне бұйырған, әрі зая кетіре алмайтын жалғыз нәрсе. Уақыт қадірін білгенге қазына, білмегенге быламық. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос өткені. Жан жарасына уақыт емші. Уақыт тас екеш тасты да тоздырады. Уақыт керуеніне бөгет жоқ. Мезгілі жетсе мұзда ерір. Кеменің арбаға мінетінде, арбаның кемеге мінетінде кезі болады. Кешегі күннен алыс жоқ, ертеңгі күннен жақын жоқ. Өткен күн ұшқан құс, шақырсаң да келмейді. Еңбектеп жылжысаң да ертеңге ұмтыл. Қара тұяқ қарында жатпас, мезгілі болмай таң атпас. Уақыт көшкен керуен. Өткен күнде белгі жоқ. Кешегі жылға бүгін сай, былтырғы құлын биыл тай. Ғұмырың бір күн болса да жорға мініп өт. Ақиқат уақыт перзенті. Уақыттан озып кеткен адамның өзі алдымен оны қуып жеткен ғой. Қазіргі адам өзінің уысынан шығарып алған уақыт пен күшті қайтерін білмей әлек. Кейде уақыт жетпей жататындай көрінеді. Әйтеуір уақыт тым аз. Уақыт шындық сияқты, көрінгеннің бәрінің тура қашуынан басқа түкті де білдірмейді. Уақыт машинасы әр қайсымызда бар. Өткен шаққа естелік, болашаққа арман апарады. Күнделік уақытың қалай өтсе, өмірің солай. Зарығып өткен көңіл мұңлы, босқа өткен өмір мұңлы. Өмір ақша мен уақыттың ойынынан тұрады. Күндіз түні жұмыс істеген адамның ақша табуға уақыты жоқ. Уақытты таңдамайды, онда өмір сүреді. Уақытты бағалаңыздар, күндер келмеске кетіп жатыр. Қызметтің пайдалы болуы уақытты ұтымды қолданудан. Ең қиын үш нәрсе: сыр сақтау, қорлықтарды ұмыту және уақытты дұрыс пайдалану. Бүгінгі уақытыңыз жоқ, ертең күшіңіз қалмайды, ал арғы күні өзіңіз де болмайсыз. Сондықтан еш нәрсені кейінге қалдырмаңыз.
Уақыт бәрін алады, соңында қараңғылық қалады. Кейде біз сол қараңғылықта басқаларды табамыз, ал кейде оларды қайтадан сол жерде жоғалтып аламыз. Ақша қымбат, адам өмірі одан қымбат, ал уақыт бәрінен қымбат. Әр істің өз уақыты мен мекені болады. Уақыт пен толқын ешкімді күтпейді. Уақыт үлкен емші. Бос жүріп, босқа уақыт жіберме. Уақытты озған өңге бояу жағу ұят емес. Көңілі ояудың көзі ілінбейді. Уақыттың өткені білінбейді. Әр нәрсе уақытымен қызықты. Жыл деген ат басын бұрғанша, ай деген аунап тұрғанша. Әрбір әрекет кеңістік пен уақыттың шексіздігімен салыстырғанда ештеңе емес. Сонымен бірге оның әрекеті кеңістік пен уақытта шексіз. Уақыт қол жетелеген бала сияқты, артқа қарайды. Бақытты өмір сүрудің ұлы ғылымы тек қазіргі кезде өмір сүру. Өткеннің үнсіздігіне, бүгіннің сөзіне, болашағының қате қадамдарында. Уақыт өтеді, мәселе осы. Өткен өседі, болашақ тарылады. Аспан астындағының бәрі де уақытша ғана. Бір күнді кішкентай өмір деп қарау керек. Уақытыңызды сізбен өткізгісі келмейтін адаммен босқа өткізбеңіз. Адамның барлық дағдылары шыдамдылық пен уақыт қоспасынан басқа ештеңке емес. Уақыт тамаша ұстаз, бірақ өкінішке орай ол өз шәкірттерін өлтіреді. Уақыт баяу келеді және тез өтеді. Уақыт қайғы мен ренішті емдейді, өйткені адам өзгереді, ол бұрынғыдай емес. Қылмыскер де, ренжіген де басқа адамдарға айналады. Уақыттың жалғыз өлшемі есте сақтау. Өзі үшін ештеңе істемейтіндерге уақыт пен мүмкіндік ештеңе жасай алмайды.